Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай тоқаштар пісіретін боламыз. Қараңыздаршы, қандай дәмді көрініс. Иісі қандай десеңізші. Ал кеттік, менімен бірге бастаңыздар. Алдымен бізге қажетті сүттің жартысын пайдаланамыз. 1 ас қасық қант және 6 грамм дрожж саламыз. Ашытқының маңыздылығын айта кетейін, бұл сіздің шығатын тоқаштарыңыздың гарантиясы. Яғни, ашытқы жұмыс жасай ма, жұмыс жасамай ма, соны білуге болады. Осылайша бетін целлофанмен жауып қойып, 15 минутқа қоя тұрамыз. Міне достар, осындай көбік тектес қалпақ пайда болуы қажет. Массамызға бір жұмыртқамызды және қалған сүтімізді құямыз. Қантымызды салып, әбден араластырамыз. Енді ұнның кезегі келді. Ұнымызды 2 бөліп саламыз. Енді араластырып, қамыр илеуге кірісейік. Қамырымыз бірге бастаған соң, оны үстелдің үстіне қойып, үстіне 60 грамм сары майымызды салып, қайтара илей береміз. Майы сіңіп, қамыр ойдағыдай болады. Кем дегенде 5 минут илеу керек. Ал енді қамырымызды иіні қанғанша қоя тұрамыз. Жылы жерге бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар. Қамырымызды жарты сағаттан соң бір қайтарып жатырмын. Енді оны тағы да бір 20 минутқа қоя тұрамын. Қамырымызды бөліктерге бөліп алған соң, әрқайсысын томалақтатып жаямыз. Осылайша кескішпен жолақтарды кесіп алдым. Енді қамырымызды жаймендеп спираль сияқты қылып орай бастаймын.
Негізі булочканың формасының неше түрлісі бар. Мен осыны көрсеткім келді сіздерге. Жасап көріңіздер, өте необычный болады. Розочкаға да ұқсайды. Мен өзім бірақ лотос гүлі деймін. Соңынан екі бұрыштарын аккуратно, бірақ мықтырақ бекітуді ұмытпаңыздар. Жұмыртқа сарыуыздарымен беттерін жағып шығамыз. 15 минутқа қоя тұрамыз көтерілуге. Біздің тоқаштарымыз пешке аттануға дайын. Алдын ала қыздырылған пеште 200 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз.